Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 119-шы сабақ геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу тақырыбы. 1-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Дәптерге суреттегідей нүкте қой да, оны А әріпімен белгіле. Дәл осындай нүкте белгілейміз. Оқылуы А нүктесі. А нүктесі. Дәптерге 6 нүкте белгіле. Оларды бір-бірінен ажырату үшін әрқайсысын әріптермен белгіле. Е, К, М, П, Т, О. Осы нүктелерді ата. 6 нүкте белгіледік. Енді оларды әріптермен белгілейміз. Мынау Е нүктесі, мынау К нүктесі, мынау М нүктесі, мынау П нүктесі, мынау Т нүктесі, мынау О нүктесі. 2-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Дәптерге кесінді сыз және оның ұштарын суреттегідей А және Б әріптерімен белгіле. Суретке қараймыз. Мұнда кесінді берілген. Оқылуы А, Б кесіндісі немесе Б, А кесіндісі. А, Б түзуі немесе Б, А түзуі. Суретке қара. Кесінділер мен түзулерді белгіленуі бойынша ата және дәптерге жаз. Суретке қараймыз. 1-ші А, Е кесіндісі. А, Е кесіндісі немесе Е, А кесіндісі. Келесі П, С кесіндісі немесе С, П кесіндісі. Келесі К, М кесіндісі немесе М, К кесіндісі. Келесі В, С түзуі немесе С, В түзуі. Д, О түзуі немесе О, Д түзуі. 3-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Сүйір бұрыштың төбесін Е әріпімен, тік бұрыштың төбесін К әріпімен, доғал бұрыштың төбесін О әріпімен белгіле. Бұрыштың қабырғаларын басқа әріптермен белгіле. Осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді ата. 1-ші сүйір бұрыштың төбесін Е әріпімен белгілейміз. Міне сүйір бұрыш, оның төбесі, оны Е әріпімен белгілейміз. Келесі тік бұрыштың төбесін К әріпімен белгілейміз. Тік бұрыштың төбесі, оны К әріпімен белгілейміз. Доғал бұрыштың төбесін О әріпімен белгілейміз. Бұрыштың қабырғаларын басқа әріптермен белгіле. Тік бұрыштың қабырғаларын мысалы К, А деп белгілейік. Мынаны С деп белгілесек болады. Ал сүйір бұрышты Л, М деп белгілесек болады. Ал доғал бұрышты Ф және Д деп белгілесек болады. Енді осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді атаймыз. 1-ші К, А сәулесі. К, С сәулесі. Е, Л сәулесі. Е, М сәулесі. О, Ф сәулесі. О, Д сәулесі. 4-ші тапсырма. А, Б және К, М кесінділерін өлше. К, М кесіндісі А, Б кесіндісінен неше сантиметр ұзын? Суретке қараймыз. Бізге А, Б және К, М кесінділері берілген. Оларды өлшейміз. А, Б кесіндісі 3 сантиметрге, ал К, М кесіндісі 5 сантиметрге тең.
Ал КМ кесіндісі АБ кесіндісінен неше сантиметр ұзын екенін анықтау үшін 5-тен 3-ті азайтамыз. Тең 2 сантиметр болады. Жауабы КМ кесіндісі АБ кесіндісінен 2 сантиметр ұзын. 5-ші тапсырма. Түзу сыз, оның бойынан С және Д нүктелерін белгіле. Сонда СД кесіндісінің ұзындығы 1 дециметрге тең болсын. Осы кесіндінің бойынан Е нүктесін белгіле. Сонда СЕ-нің ұзындығы 6 сантиметрге тең болсын. ЕД кесіндісінің ұзындығын өлшемей-ақ тап. Түзу сыздық, түзудің бойынан СД нүктелерін белгіледік. СД кесіндісінің ұзындығы 1 дециметр. 1 дециметр дегеніміз 10 сантиметрге тең. Сонда СД-ның ұзындығы 10 сантиметр болады. Осы кесіндінің бойынан Е нүктесін белгіле, сонда СЕ-нің ұзындығы 6 сантиметрге тең болсын. Е нүктесін белгіледік, СЕ-нің ұзындығы 6 сантиметр. Сонда ЕД кесіндісінің ұзындығын өлшемей-ақ табамыз. ЕД кесіндісінің ұзындығын анықтау үшін СД кесіндісінің ұзындығынан СЕ кесіндісінің ұзындығын азайтамыз. Сонда 10 сантиметрден азайтамыз 6 сантиметрді. Тең 4 сантиметр болады. Жауабы ЕД кесіндісі 4 сантиметрге тең. 4 сантиметр. 6-шы тапсырма. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 6 көбейту 3 бөлу 3 қосу 47. Осы өрнектің мәнін табамыз. 6-ны 3-ке көбейтеміз 18 бөлу 3 қосу 47. 18-ді 3-ке бөлгенде 6 болады, оған 47-ні қосамыз. Өрнектің мәні 53-ке тең. Келесі 3 көбейту 3 бөлу 1 қосу 47. Ең алдымен 3 көбейту 3 9. 9-ды 1-ге бөлгенде 9 болады. 9 қосу 47 56 болады. Келесі 35 бөлу 5 көбейту 4 азайту 19. Бірінші 35-ті 5-ке бөлеміз. 7 болады. 7-ні 4-ке көбейтіп, одан 19-ды азайтамыз. 7-ні 4-ке көбейткенде 28, одан 19-ды азайтамыз. 9 болады. Келесі 45 бөлу 5 көбейту 5 азайту 19. 45-ті 5-ке бөлгенде 9 болады. Көбейту 5 азайту 19. 9-ды 5-ке көбейткенде 45 азайту 19. Тең 26 болады. 7-ші тапсырма. Кез келген кесінді сыз. Оның ұштарын әріптермен белгіле. Сәуле сыз және оның басын әріппен белгіле. Белгіленуі бойынша осы фигураларды оқы. Кесінді сызамыз. Оның ұштарын әріптермен белгілейміз. Оларды әріптермен белгілейміз. А және Б. Бұл АБ кесіндісі. Сәуле сыз және оның басын әріппен белгіле. Сәуле сызамыз. Оның басын әріппен белгілейміз. С деп белгілейміз. Бұл С сәулесі. Кел ойнайық. 8-ші тапсырма. Күшікке үйшігіне жету үшін ең қысқа жолды табуға көмектес. Бізге 3 түрлі жол берілген.
Енді осыларды есептейміз. Бірінші жол 6 метр. Қосу 12 метр. Тең 18 метр болады. Екінші жол 6 метр. Қосу 5 метр. Қосу 4 метр. Қосу 2 метр. Барлығын қосқанда 17 метр болады. Енді үшінші жолды есептейміз. 11 метр. Қосу 2 метр. Қосу 8 метр. Барлығын қосқанда 21 метр болады. Демек, ең қысқа жол ол екінші жол екен. 6 метр, 5 метр, 4 метр және 2 метр. Барлығын қосқанда 17 метр. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.